Етімді екінші басқышта хан палауның еті, міне бір ет бір майдан осыншалықты кесекте тұрады. Мен өзім әдетте палаудың етін осындай қабырға қойдың, болмаса жылқының еттерінен осылай турап алам. Және пиязы бір бас толық бір жуандау пиязы, және бір шыны сумай ет қуырғанға, және сәбізімді де осындай бізде әзір 3 адамның палауына осыншалықты сәбіз істеттім, өйткені біз сәбізді палауға жақсы көп қосқанды жақсы көрем. Енді базарда осы кезде айта кетейін, сәбізді таңдаудың бір жақсы әдісі, мен базарда тұрып сәбіз алғанда жеп көрем, шетінен жеймін. Жеген кезде тәтті дәм болса, сол сәбізді алам. Енді кейбір сәбізде қышқыл болады, ол жақсы шықпайды палауда. Сосын және біраз мейіз қостым, жуып тазалап, сосын мынау күріш болғанда сұрыпталған күрішімне. Қарасаңыздар да, бұл ұзыншақ келген. Көрдіңіздер ме? Мына хан палауына ерекше әдемі шығады. Мына күріштер. Осылай жуып дайындап аласыздар да, қыздырып, майларыңызды, еттеріңізді салып қуыра бастайсыздар.